Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осылай өте дәмді, сочный болып шығатын және дәмі де ерекше болып шығатын қазан кебаптың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер осы тағам сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді бізге қажетті заттар, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша түрлі етті алсаңыздар болады. Бұл жерде мен сиыр етінің қабырға етін алдым. Бұл етте майы еті және сүйегі де болады. Енді бұған үйлеріңізде қандай приправа болса, сол приправалардың барлығын пайдалансаңыздар болады. Чеснок қосасыздар, лавровый лист, одан кейін азғантай пекин тұзын салып жібересіздер. Осындай ет. Мен бұны приправалармен араластырып қазанға салған жерім видеоға түспей қалыпты. Сондықтан алдымен жақсылап дәміне қарай тұзды салып, приправалардың барлығын салып, қазанға саламыз және жарты пияла су құйып, астына ешқандай майға қуырмаймыз. Жай ғана қазанға етімізді салып, астына жарты пияла су құямыз және отты ең төменге қойып, бетін жауып қоямыз. Болды. Енді ол 1 сағат осылай тұрады етіміз. Одан кейін біз осындай картошканы, егер картошка үлкен болса, ортасынан 2-ке бөлеміз. Егер картоп кішкентай болса, осылай домалақ күйінде майға, қызып тұрған майға екі жағын қызартып, әдемі алтын түске кіргенге дейін қуырып аламыз екі жағын. Осылайша әдемілеп қуырып аламыз. Мен бұған тұз, приправа ештеңе қосқан жоқпын картошкаға. Осылайша майда әдемілеп қызартып аламыз картошкамызды. Мінекей картошкамыздың түсі өте әдемі болып қуырылды. Енді азғантай тұзды аламыз және осылай сеуіп араластырып жібереміз картошкамен. Картошка ыстық болғаннан кейін мен осылай араластырдым. Және қазанымызға саламыз еттің үстіне. Бұл етке мен майға қуырып, май құйып ештеңе істеген жоқпын. Тек қана жарты пияла су құйдым. Енді осы картошкамызды салып, бетін жауып, тағы 1 сағат дімдеп қоямыз. Сонда 2 сағатта дайын болады бұл тағамымыз. Осылай өте дәмі ерекше болып шығады. Оны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.